5 жастан 6 жасқа дейінгі балалардың дамуы. Ірі моторика, бүкіл денесімен, кеудесімен және аяқ-қолымен қимылдар жасай алады. Ұсақ моторика. Сурет салған кезде, жабыстырғанда, құрастырғанда, ғимараттардың, үйлердің архитектуралық стилі мен мақсатының өзіндік ерекшеліктерін көрсете алады. Бірнеше заттардан мүсіндік композиция құрастырады. Бірнеше баспа әріптерін жаза алады. Бәтеңкеге бау өткізіп, оны бантиктеп байлай алады. Сөзді түсіну, тыңдай алады және сөзді түсінеді. Белсенді сөйлеу. Синонимдерді пайдаланады. Қысқа әңгімелерді мазмұндап айтып бере алады. Эмоционалды қайырымдылық қалыптасады. Көркем шығармалардағы кейіпкерлердің жай күйіне бірге қайғырады. Көргендерін өзінің сезіну және бірге күйзелу тәжірибесімен салмақтап салыстыра алады. Байланыстырып және анық етіп сөйлей алады. Сенсорлық даму. Сурет салады, шимайлайды, дөңгелектеп қоршайды. Кеңістікте және қағаз бетінде жақсы жол таба алады. Заттарды пішініне, түсіне және мөлшеріне қарап салыстыра алады. Пішіндердің арасындағы айырмашылықты атай алады. Интеллектуалдық даму. Заттарды белгілі бір санатқа тиістілігіне қарай атап көрсете алады. Белгілі бір тақырыпқа әңгіме айта алады. Белгілі бір санатқа жатпайтын заттарды ажырата алады. Киім және аяқ киім киген кішкентай адамның суретін сала алады. Сауаттылық және есеп. Ана тіліндегі барлық дыбыстарды дерлік дұрыс айтады. Әңгімелей және мазмұндай алады. Әр әңгімелеп тұрған оқиғаға өзінің көзқарасын білдіруге тырысады. Өткен оқиғаларды есіне сақтайды және оны сипаттап бере алады. Құрмалас сөйлемдерді пайдаланады. Барлық сөз табын пайдаланады. Абстрактілі және қатыстық ұғымдарды қолданады. Сөйлеу дыбыстарын ажыратады және саралайды. Уақытты сағат бойынша саралайды. Эмоция және қарым-қатынас. Ересектер орындайтын әлеуметтік рөлдердің алуан түрлілігін ана, әке, жұмыста, үйде, бос уақытта түсінеді. Ересек адамдарды жасы, кәсібі, эмоционалдық көңіл-күйі бойынша ажыратады. Картиналар, фото, мүздер. Сәлемдесу, қоштасу, ілтипат білдіру, өтініш жасаудың түрлі нысандарын игереді. Организмнің ерекшеліктері, жекелеген органдардың көз, құлақ, мұрын және қызметі. Олардың қалыпты жұмыс істеуі үшін қойылатын шарттар, өз организм мен денсаулығының жай-күйі жағдайлары, адамның қажеттіліктері, жарық, жылу, тамақ, баспана және туралы түсініктері бар. Әлеуметтік даму. Кейбір адамдардың мінез-құлықтарының әлеуметтік нормаларға неліктен сәйкес келмейтінін біледі. Мәдени даму. Өз елінің және қаласының, ауылының атауын біледі. Тамақ ішу. Тамақты өз бетімен ішеді. Киіне білу. Басқалардың киінуіне көмектеседі. Жеке гигиена. Тісін өз бетімен тазалайды. Ұйықтар алдында аяғын өзі жуады. Тамақтан кейін аузын өзі шаяды. Өзі шомылады. Ұқыптылық. Мұқият таранады. Киімдерін ескертусіз өзі ұқыптылықпен жинайды.